3, 5, 7 цифрларын пайдаланып, 3 таңбалы сан құрастырайық. Әртүрлі нұсқаларды қолдану арқылы, кездейсоқ емес, жүйелі түрде, белгілі бір ережеге сай есепті шығару ыңғайлы. Қане, алдымен жүздіктің орнына 3 санын қойып, барлық ықтимал нұсқаларды қарап шығайық. Сосын 5 санын қойып көрейік. Содан соң 7 санын қояйық. Осы нұсқаның барлығын мүмкіндіктер ағашында көрсетуге болады. Мүмкіндіктер ағашының бойындағы әрбір жол шешімдердің біреуіне сәйкес келеді. Нұсқалар саны ағаш бұтақтарының санына немесе соңғы қатардағы нүктелер санына сәйкес келеді. Мүмкіндіктер ағашын құрап көрейік. Жиһаз дүкенінде 3 түрлі қоңыр, сұр және жасылмен қапталған арқалығы бар орындықтар және 2 түрлі дөңгелек және шаршы журнал үстелі бар. Бізге бір арқалығы бар орындық пен бір журнал үстелін сатып алу керек. Мүмкіндіктер ағашын құрып, бізде қанша нұсқа бар екенін білейік. Бізде үстелдің 2 түрі бар, дөңгелек және шаршы. Оларды графикалық түрде белгілейік. Дөңгелек үстелге қоңырмен, сұрмен және жасылмен қапталған арқалығы бар орындықтар таңдауға болады. Квадрат үстелге де дәл солай қоңырмен, сұрмен және жасылмен қапталған арқалығы бар орындық таңдауға болады. Соңғы жолдағы нүктелер санын немесе ағаш тармақтарының санын санап, осындай 6 нұсқаны анықтаймыз.